О ходе следствия по делу об обманутых дольщиках ЖК Ушконер В Астане обманутые дольщики почти 12 лет более борются 600 за свои миллионов квадратные тенге метры. И люди незаконно обратились собрали в прокуратуру. в прошлом году вокруг двух жилых комплексов разгорелся скандал. Свыше 120 дольщиков обвинили застройщика. Үлестік құрылыс. Бұл өзің апаратын жол бақыт пен жайлылыққа толы үй туралы арман. Бірақ өкінішке орай бұл түрлі түсті суреттің артында тұзақтар жиі жасырылады. Көбінесе құрылыс салушылар тәуекелдерді ескермейді және өз міндеттеріне мән бермейді. Нәтижесінде қарапайым адамдар зардап шегеді. 2000 жылдардағы экономикалық өрлеу еліміздің азаматтарына өз тұрғын үйлерін сатып алуға мүмкіндік берді. Қазақстанның ірі қалаларында жаңа құрылыс компаниялары пайда бола бастады. Сол кезде қазақстандықтар пәтер сатып алудың жаңа үлгісі үлестік құрылыс туралы алғаш рет білді. Үлестік қатысу схемасы жылжымайтын мүлік нарығында жақсы құрал болып табылатынын айта кету керек. Оның мәнімен көпшілік жақсы таныс. Құрылыс компаниялары клиенттердің қаражатын жинайды және жиналған ақшаға үй салады. Клиенттерге объектіні салу және пайдалануға беру аяқталғаннан кейін пәтердің кілтін береді. Сонымен қатар, сол жылдары көптеген жауапсыз және ашық түрдегі жауапкершіліксіз компаниялар салымшылардан жиналған ақшаны тиімді басқара алмады және азғыруға бой алдырып, нысандарды уақытында тапсырмай ұрлық жасады. Компания иелері шетелдік шоттарға ақша шығарып, елден қашып кетті. Сол аралықта адамдар өз үйін армандап, несие рәсімдеп, достары мен туыстарынан қарыз алды. Бірақ нәтижесінде олар пәтерсіз және көп қарыздармен қала берді. Жеке тұрғын үй сатып алатын отбасының көңіл күйі ерекше болады емес пе? Менеджердің алғашқы тұсаукесерінде пәтер сатып алу процесінде көп армандаған үй туралы кім болсын ең алдымен тыныш және бақытты өмірді елестетері хақ. Мұндай сәттерде сана қауіп-қатерді қабылдағысы да келмейді және тәуекелдерді сезбейтіні сөзсіз. Біз сіздерді ең алдымен қиялдың жетегін емес, шарттар мен құжаттарды зерделеуге, құрылыс салушылардың қазақстандық тұрғын үй компаниясының кепілдігі немесе әкімдіктен рұқсаты бар жоғын тексеруге, құрылыс салушының беделін зерделеуге, нарықта көп жылдар бойы жұмыс істеп келе жатқан компанияларды таңдауға аса мұқият болуға шақырамыз. Баспаналы болу көпшіліктің көкейіндегі ізгі армандардың бірі. Егер сіз сол арманға жауапкершілікпен қарасаңыз, онда ол міндетті түрде орындалады.